2024 жылы менде үлкен операция болды. Ота жасатқан мен жүрегімде неме бар. Ревматизм астым кеткен ғой. Жоқ, клапан жұмыс істемей қалған ғой. Өте ауыр операция болды. Открытый, да? Открытый. Өліп барып тірілген адам мен ішіне. Аллаға шүкір мен қазір тірімін. Сіздердің жанында отырмын. Содан кішкене жас келген сайын өзі ауырып қайтадан қоштап кеткен іш құсты бәрі түгел кетіп қалды ғой, дәрі ішіп не. Сондан кейін қазір 24 жылдан бастап іштім. 25 қазір бәрі жақсы. Жүрегімде адырқы жоқ. Сердцебием жақсы. Онан кейін давлением түсті. Фракцияңыз қандай? Онан кейін мына немене буын аурулары бар енді негізінде. Жоқ, жүректің фракциясы қандай? Нормально ма? Нормально, бәрі жақсы. Адышқы жоқ, не жоқ. Давлением түсті десінші енді. Башы жүре алмай қалған мен жерде келгенде. Сол мен қазір жақсы результат алып жатырмын. Ішкеніме мен 2 жыл болып қалды, бұйырса 2 жыл болады. 10 мың шар жасайсыз. Сүре беріңіз. 10 мың шар жүреді күніне. 2 жылдың ішінде қай өнімдерді іштіңіз? Мен өнімді Иреп 8, Акселела и Бикарди іштім. Бикардин сол үшеуін комплексын іше бердім. Енді қазір таңдаймен қосылып жатыр. Апигрин ішейін. Енді бұйырса біздің енді іштік қой. Күркімбаша инжир. Оны да іштік, енді қазір тағы да бастау керек. Керемет. Сонан көре берсе. Неше ай болды ішкеніңіз? 1 жыл 10 ай болды. Почти 2 жыл. 1 жыл. 10 мың шар жасайды күніне. Спортсмен. Енді біздікі хронический ауру ғой негізінде. Бірақ жақсы. 10 мың шақ жасайды, 10 мың шақ жасаймын еще. Қазір емес енді жазып күнде шығамын. 10 мың шақ. 14 мың шақ. Сіздер айтады, басқа адамдар сияқты салмақ жоқ, жеңілсіз. Мен өзім жеңіл, мен өзім апарып болдым. Мынандай ғой, бұл кісі де менде де жүрек ауруымын да, сондықтан бізде фракция деген болады. Жүректің ішіндегі мотор қандай айдап тұратын ше, сол жүріп тұру үшін біз жүруіміз керек. Мысалы, 5-6 мың шақпен жүреміз. Ең өлдім жоқ дегенде 3 мың 4 мың шақ жасайды.